Эфирде кино бизнес бағдарламасы. Алдағы 25 минут ішінде киноиндустрия әлеміндегі тың жаңалықтар жайында, сондай-ақ родители легкого поведения комедиясы, рожденный стать королем фантастикалық экшені мен пиковая дама зазеркалье ресейлік хорроры туралы айтатын боламыз. Студияда Алмас Тоғай, бүгін көретіндеріңіз. Әйгілі Mortal Kombat киносериясының жалғасы шығатын болды. Отряд самоубийц 2 боевигіндегі Дэдшоттың рөлін енді кім ойнайды? Doom ғарыштық боевигінің жаңа сериясынан кадрлар жарияланды. Оңтүстік кореялық режиссер Ким Ки-дукпен жұмыс істеудің ерекшеліктері туралы актер Шыңғыс Қапин айтып берді. Как приручить дракона анимациялық фильмінің 3-ші бөлімі өткен 7 күннің кассалық жинағы бойынша Қазақстандағы прокаттың үздігі болып танылды. Ал осы аптаның бокс-офисіне көшбасшылық еткен нендей фильм екенін дәл қазір білеміз. 5-ші орын «Гости». Қараусыз қалған үйде жиналған бір топ жастардың басынан өткен қорқынышты оқиға туралы баяндайтын картина көрсетілімнің 1-ші аптасында 10 миллион теңге жинады. 4-ші орын «Наркокурьер». Режиссер Клинт Иствудтың драмасы егде тартқан есірткі тасымалдаушы туралы баяндайды. 88 жасқа келген кино майталман режиссерлік және продюсерлік міндетті орындап қана қоймай, фильмдегі басты рөлді де өзі сомдаған. Шынайы оқиғаға негізделген картина 2-ші аптада 12 миллион теңгеге жуық табыс тапты. 3-ші орын «Счастливого нового дня смерти». Бетперде киген жауыздан қашумен болатын жастар туралы хоррор прокаттың 2-ші аптасында 15 миллион теңгеге жуық қаржы еншіледі. 2-ші орын «Как приручить дракона 3». DreamWorks студиясының викингтер мен олардың достары айдаһарлар туралы анимациялық хитінің жалғасы 3-ші аптада 131 миллион теңге табыс тапты. Бірінші орын «Капитан Марвел». Актриса Бри Ларсонның кейіпкері ұшқыш Кэрол Денверс шексіз қабілеттері бар супер қаһарманға айналады. Оны жуыр арада шығатын кек алушылардың шешуші картинасынан көруіміз әбден мүмкін. «Капитан Марвел» 320 миллион теңге жинап, өткен аптаның прокаттағы көшбасшысы атанды. Кристофер Ноланның келесі фильмі Альфред Хичкоктың «К северу через северо-запад» романтикалық триллермен өзінің начало туындысының қосындысы болмақ. Фильм маусым айында түсіріледі. Оператор ретінде Нолан мен Дюнкерк және Интерстеллар жобасында істес болған Хойт Ван Хойтем таңдалған. Warner Brothers хабарлағандай, Кристофер Ноланның картинасы 2020 жылдың 17 маусымында жарық көреді. Mortal Kombat деп аталатын әйгілі туындының шыққанына 20 жылдан асты. Әйгілі видео ойынның экрандағы жаңа хикаясын күткен жанкүйерлерге New Line сүйінші хабарын айтты. Түсірілім жұмыстары осы жаз маусымында басталады. Get over here! Картинаның сюжеті Коул Тернер есімді былғары қолғап шебері жайында сыр шертпек. Ол жер шарын қауіпті бір турнирдің барысында қорғап қалуға қолғабыс етеді. Ол үшін боксшыға өлелер шайқасында өзге қаһармандармен күш біріктіріп, ортақ мұратқа жету жолында жампида ету ғана қалады. Тың оқиға көрермен қауымды бірден баурап әкетеді деп отыр авторлар. Mortal Kombat жобасының қайта жаңғыруына Аквамен режиссері Джеймс Ван жауапты болады. Оның продюсерлік орталығына басты кейіпкерді таныстырып қана қоймай, әйгілі лентаның кейіпкерлерін қайтадан дүниеге әкелу қажет. Кано есімді кейіпкерді Джоэл Эдгартон сомдауы мүмкін. Өлелер майданының жаңа хикаясының қашан жарыққа шығары әзірге белгісіз. Doom
уничтожение фильмінің алғашқы кадрлары пайда болды. Суреттерден зомби тектес тіршілік иесін және біріккен аэроғарыштық корпорацияда істейтін десантшыларды көруге болады. Бұл лента екінші туынды саналады. Дуэйн Джонсон басты рөлді сомдаған алғашқы фильм 2005 жылы шыққан еді. Мамандар картинаны қатты сынады. Боевик прокатта да табысқа жете алмады. Жаңа Doom уничтожение сюжеті бойынша сарбаздар Марс серіктерінің бірінен жеткен апат жайлы дабылды естіп, ол жақтағы қауіпті жаратылыс иелерін анықтайды. Экранизацияның сценарий авторы және режиссері Тони Гиглио. Ол Джейсон Стэтхэм ойнайтын Хаус фильм арқылы танылды. Жаңа Doom осы жылдың күзінде ұсынылмақ. Отряд самоубийц 2 лентасында Идрис Эльба әйгілі Уилл Смитті алмастырмақ. Актер Дэдшот рөліне жалғыз үміткер аталып, өзгелер тіпті қарастырылмаған. Себебі Уилл Смит тығыз жұмыс кестесіне байланысты қанішердің рөлінен амалсыздан бас тартқан еді. Режиссер Джеймс Ганн бірінші фильмде бой көрсетпеген кейіпкерлерді қайта оралтуды ойластырған. Бірақ Дэдшот пен Харли Квинн міндетті түрде сюжеттен табылмақ. Супер жауыздардың командасы да өзгеруі ықтимал. Әзірге тек 4-і белгілі. Тышқан аулаушы Отис Фланнеген есімді залалсыздандырушы кейіпкер. Ол кеміргіштердің басты әміршісі ретінде таныс. Акулалардың королі Адам тектес Нэнуэ есімді акула. Гавайда туған ол әкесін акулалар құдайы деп санайды. Бұршақ адам үстіне ерекше костюм киіп жүретін қылмыскер. Оның тұла бойы суық қару жараққа толы. Бітімгер Кристофер Смит есімді бейбітшілікті сүйетін кейіпкер. Ол адамның жанын алса да екі тарапты татуластыра алатын өзгеше тұлға. Отряд самоубийц сиквелінің тұсаукесері 2021 жылдың 6 тамызына жоспарланып отыр. Александр Эллиот! Это ты вытащил меч! Королевству грозит смертельная опасность! До затмения солнца 4 дня. И тогда Моргана войдет в мир живых. И я должен остановить ее? Это шутка? Мне 12. Осыдан 7 жыл бұрын басты рөлдерде жасөспірімдер ойнайтын «Чужие на районе» фантастикалық экшені шыққан болатын. Аталмыш лентаның режиссері Джо Корниш енді аңызға айналған Экскалибур қылышын тауып алған мектеп оқушысы Алексті бастан өткен шытырман оқиғалы жаңа картинаны ұсынбақ. Искусная маскировка, не находите? Фильмнің режиссері «Приключения Тинтина», «Тайна единорога» және «Человек-муравей» картиналарының сценарийіне атсалысқан Джо Корниш. Ол мектеп оқушысы Алекс пен король Артур туралы хикаяны жалғыз өзі жазып шыққан. Оқиға біздің заманда көрініс табады. Король Артур, яғни Алекс 12 жаста. Бұл рөлді белгілі голливудтық актер Энди Серкистің ұлы Луис Эшборн Серкис сомдаған. Ол өзін қарапайым баланың бірі деп санайды. Бір күні жеткіншек Экскалибурды тауып алады. Енді ол рыцарьларды жасақтап, аңыз тұлға Мерлинмен бірге жауыз кейіпкер Морганды тоқтатуға тырысады. Поставьте мои воины. Я должен ее остановить? Это шутка? Забирайте свой меч, успехов и удачи во всем. Мне нужно больше денег. Ты же просто следишь за моим домом. Ты должен присматривать за его домом. А что дальше? Сдашь его в аренду? Сдать его дом? Я насчет объявления об аренде дома, но никто не открывает дверь. Аванс за полгода. Это же год обучения Рэйчел. Его нам сам Бог послал. Сондай-ақ, осы аптада отандық прокаттан Сальма Хайек пен Алек Болдуиннің үйлесінде актерлік дуэтін құрған режиссер Фред Вульфтың «Родители легкого поведения» туындысын көруге болады. Картинаның қойушысы Фред әйгілі әзілкеш Адам Сэндлер негізгі рөлді сомдаған «Одноклассники» комедиясының 2 бөлімінің де сценарий авторы ретінде белгілі. Сюжеттің кейіпкерлері Фрэнк пен Нэнси есімді жанұялық жұп. Олар дос жарандары мен қызынан қаржылай қиындықтарын жасыруға тырысады. Ерлі зайыптылар тіпті өзге біреудің үйін жалға беріп күн көреді. Дегенмен ұзаққа созылған өтіріктің бірақ тұтам екендігін олар сезе ме? Фильмдегі басты рөлдерді Алек Болдуин мен Сальма Хайек сомдайды. Я лгунья, воровка. 2 года назад я встретила Дэвида. Он был моим другом. Мы с ним
И много кто еще. Погибли люди из-за меня. Ағымдағы аптадағы прокаттың тағы бір жаңалығы. Эон Флакс пен «Женский бой» фильмдерінен танылған режиссер Кэрин Кусаманың «Время возмездия» криминалды драмасы болмақ. Полиция детективінің рөлін сомдайтын Николь Кидман аталған картинада танымастай өзгерген. Бірегей актриса осы образы үшін Алтын глобус марапатының үздік әйел рөлі номинациясы бойынша лауреат атанған еді. Фильм түп нұсқасынан жоюшы деген мағынада аударылады. Николь Кидман Лос-Анджелестік полицияның детективі Эрин Беллді сомдайды. Оның тағдыры да оңып тұрған жоқ. Эрин өмірден қашыған, дауысы бәсең шығатын жан. Ол үнемі бойжеткен қызмен тіл табыса алмай әлек, әрі жергілікті қылмыскерлер жан таптырмайды. Өзін бір адамның өліміне кінәлі санайтын кейіпкер кейін кек алудың жолына түспек. Я знаю про тебя все. Предлагаю внедрить ее в банду. Она неплохо смотрится в паре с нашим агентом. Если мы пойдем на это, то должны быть готовы к последствиям. Ты любишь меня? Тебе известно, что да. Школа открылась недавно, но уже сегодня мы можем назвать ее одной из самых лучших частных школ-пансионов. Так, внимание! Сюда вход категорически воспрещен, идет ремонт, здание историческое 19 века. Сонымен қатар, бұл аптада ресейлік үрейлі оқиғалы картина «Пиковая дама Зазеркалье» жарыққа шықпақ. Бұл 2015 жылғы мистикалық хоррордың сиквелі. Фильм режиссері Стивен Кингтің қысқа метрлі туындыларын таспалаған кіші Александр Домогаров. «Пиковая дама Зазеркалье» оның тұңғыш толық метрлі картинасы болмақ. Сюжет бойынша зұлым елес қарға бикештің тағы да қанға аңсары туады. Ол енді іші қара түнекке малынған ескі ғимараттағы мектеп-интернат оқушыларын өзінің құрбандығы етіп таңдайды. Бұл үйдегі балалардың жұмбақ өлімі жайлы әңгімелермен бір-бірін қорқытатын жеткіншектер ғимараттың адам аяғы баспаған шетінен жұмбақ суреттермен безендірілген айнаны тауып алады. Әзіл ретінде оқушылар айнамен зұлым қарға бикештің рухын шақыру рәсімін орындайды. Бірақ балалар енді өз жандарын алмай тыныштық таппайтын, қара күш иесін оятқандарынан мүлде бейхабар еді. 8 наурыз күні театр және кино актрисасы, қазақ КСР-ның халық артисі Әмина Өмірзақованың туғанына 100 жыл толды. Бірнеше фильмде ананың рөлін ойнаған актриса экранда да, сахнада да нағыз қазақ анасының бейнесіне айналды. Біздің киножурнал бүгін қазақ кино және театр өнерінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған Әмина Ерғожа қызының актерлік жетістіктері туралы тарқатып айтады. Әмина Өмірзақованың актерлік таланты бойында жастайынан болатын. Ол киноға студенттік шағынан 1938 жылдан бастап келді. Кинорежиссер Рошаль 1945 жылы Абай әндері картинасын таспалап, Әминаның жолы осы фильмге түседі. Ол басты рөлге актриса іздеген болатын. Киностудияның монтаждау бөлмесінде отырған сұлу қызды байқаған киногер оны фильмнің іріктеуіне шақырады. Фильм экрандарда 1945 жылы ұсынылды. Ең алғашқы бұл үлкен рөлі Өмірзақоваға танымалдық пен абыройды қатар алып келген еді. Дегенмен Әмина Өмірзақованы әсіресе әйгілі еткен Жамбыл Шабандоз қыз қанатты сыйлық туындылары. 1963 жылы Әмина Өмірзақова режиссер Карповтың «Ана жайлы жыр» фильмінде басты рөлді сомдайды. Бұл рөлі актрисаның мансабындағы ең табысты жобасының бірі болды. Ал картина қазақ кинематографиясының алтын қорына енген туындыға айналды. Фильм КСР-дің мемлекеттік сыйлығында еншіледі. Әмина Өмірзақова болса, үздік әйел рөлі үшін 1964 жылғы Ленинградта өткен бірінші бүкіл кеңестік кинофестивальде арнайы сыйлықтың иегері атанды. Қазақ театрының сахнасында тер төккен 68 жылдың ішінде Әмина Өмірзақова 150-ден астам рөлді сомдап, 20 шақты киноға түскен. 1968 жылы Шәкен Аймановтың қазақ киносының классикасына айналған «Тақиялы періште» фильмі жарыққа шықты. Актриса бұл картинада да басты рөлде. Кино туындыда ол бір қолмен әлемді, бір қолмен бесікті тербеткен, баласын шексіз сүйетін мейірбан қазақ анасының образын тамаша сомдаған.
Кино бизнес бағдарламасы отандық және әлем кино жұлдыздарымен қызықты сұхбат құрып, көкейкесті сұрақтарға жауап іздеуді жалғастырады. Бағдарламамыздың бүгінгі санында біз театр және кино актері Шыңғыс Капинмен тілдесеміз. Өткен жылдың күзінде Шыңғыс оңтүстік кореялық режиссер Ким Ки Дуктың Алматыда түсірген Дин фильміне қатысқан болатын. Қазақстан мен ТМД елдерінің кинотеатрларында көрсетілетін картина қазір постпродакшндық кезеңнен өтіп жатыр. Олай болса, әріптесім Бекболат Уәлиев пен актер Шыңғыс Капиннің сұхбатына зер салайық. Кино-бизнес бағдарламасының бүгінгі қонағы Артишок театрының актері, неделимая және финансист «Игра на вылет» фильмдерінің жұлдызы Шыңғыс Капин. Студиямызға қош келдің, Шыңғыс. Қош көрдік, рахмет. Өкінішке орай сені экрандардан сирек көреміз. Десекте өткен жылы сенің қатысуыңмен финансист «Игра на вылет» фильмі шықты. Елена Лисасинаның режиссерлік дебюті болған осы жоба аясында айта кетсең. Менің білуімше, Еленаның командасы болашақ бағдарламасы бойынша жалпы ресейлік кинематография институтында білім алып, Қазақстанға орала салысымен осы жобаны қолға алған. Фильмде ойнаған рөлің мен жалпы жұмыс барысы туралы айта кетсең. Финансист «Игра на вылет» для меня этот фильм является... Бұл фильмнің менің өмірімде алатын орны ерек. Себебі бұған дейін мен ешбір қазақстандық толық метражды картинада басты рөлді сомдап көрген жоқ едім. Және бұл аяқ асты болған оқиға. Менің жасым 33-ке келгеніне қарамастан, үнемі киностудияларға барып, есік қағудан шаршамаймын. Келемінде жай ғана сіздерде кастинг болып жатқан жоқ па? Өзімді ұсынайын деп едім деп сұраймын. По-человечески спрашивают, есть ли у вас кастинг, можно ли у вас попробовать? Маған бұйыратын бір нәрсе бар ма екен деп сұрайсың ғой. Финансистом на дверь открыла Елена Лисасина, человек, с которым мы вместе. Финансистпен де дәл солай болды. Бұл жолы киностудияның есігін менімен бірге Ресейдегі кинематография институтында білім алған Елена Лисасина ашты. Сондай-ақ картина операторы Александр Ветряков пен жобаның атқарушы продюсері Анар Женусова да аталмыш институттың түлектері. Яғни біз бір-бірімізді жақсы танимыз. Неге екенін білмеймін. Мені рөлге бірден бекітті. Кейін жұмысқа тездетіп кірісу керек болды. Өйткені кино түсіру өте көп уақытты талап етеді. Біздің бас аяғы 42 түсірілім күніміз болды. Өте ғажап процесс. Түсірілім алаңына өз ісінің нағыз шеберлері жиналды. Менің де азда болса қазақстандық кинематографиядан жинаған тәжірибем бар. Сондықтан бұл жобада өте білікті мамандар тер төкті деуге болады. Были дипломированными специалистами. Драме «Финансист». Финансист драмасында сенің кейіпкерің жағымсыз болды. Саған осындай зұлым немесе керісінше жақсы адамның рөлін ойнау қаншалықты жиі ұсынылады. Сен өзің жалпы қандай образдарды ойнағанды қалайсың? Для себя. Мне всегда, конечно же, интересно играть человека, который был бы не похож на меня. Маған әрине өзіме мүлде ұқсамайтын адамның рөлін ойнау қызықты. Мен негізі өмірде өте жұмсақ, қайырымды, ауыр жұмысқа шыдамды адаммын. Бірақ мен өзіме түбегейлі қарама-қайшы рөлдерді ойнағым келеді. Олар қатыгез немесе ешкімге ұқсамайтын ерекше адамның образы болуы да мүмкін. Маған осындай рөлдерді ұсыну себебі де сол болса керек. Өйткені мен фильмде өзімді ойнайтын актер емеспін. Одним из тех актеров, которые не играют самих себя. То есть... Яғни қатыгез адамның рөлін ойнап беру түк тұрмайды ғой. Дәл солай. Давай немножко поговорим о работе над... Оңтүстік Кореяның танымал режиссері Ким Ки Дук түсірген Дин фильміндегі жұмыс барысы туралы айта кетейікші. Өткен жылдың қыркүйек айында біздің елге келген Ким Ки Дук шабыттанып осында фильм түсіруге бірден бел буды. Осы жобаға сен Санжар Мәдимен бірге қатыстың. Шетелдік режиссердің жұмыс істеу стилінің қандай да бір ерекшеліктері бар ма? О специфике работы этого иностранного режиссера. Для меня участие в этой кинокартине является, наверное, знаковым. Мен бұл кинокартинаға қатысқаныма қатты қуанамын. Өйткені мен соңғы кездері өзіме әрі қарай не болмақ деген бір ғана сауалды қоюмен жүрдім. Неге қазақстандық кинематография өспейді? Неге режиссерлардың жасы да жасамысы да бірінен бірі ешқандай айырмашылығы жоқ комедияларды таспалай береді? Оған түсетін актерлар да тіпті локациялар да бірдей. Бойымды үрей алды. Не істеймін? Қайда барамын деген уайым жедім. Бұл сұрақты бүкіл әлемге қоюмен болдым. Нәтижесінде әлем маған Ким Ки Дуктың Дин деп аталған фильміндегі рөлдердің бірін сомдау мүмкіндігін сыйлады. Бұл мен үшін үлкен тәжірибе. Ким Ки Дуктың бойындағы бір ерекшелігі ол байсалдылығы. Ол түсірілім алаңындағы барлық адамдарға бірдей көңіл бөле алады. Мені шабыттандыратын да сол болды.
Егерде мен өзімнің фильмімді түсіріп жатсам, міндетті түрде үлгіні Ким Ки-дуктан аламын. Оның осы фильмі өте қызықты және күтуге 100% тұрарлықтай болатынына сенімдімін. Картинаның өте жақсы фестивальдік тағдыры болады деген үміттемін. Және Ким Ки-дук мырза Қазақстанға міндетті түрде қайта келіп, басқа да фильмдер түсіреді деген ойдамын. В этом году его стоит ожидать. Я надеюсь, что у него будет очень хорошая фестивальная судьба, и мистер Ким Ки-дук обязательно приедет еще раз в Казахстан, чтобы снять свои последующие работы. Ол Дин фильмін қыркүйекте өтетін Алматыдағы екінші кинофестиваль аясында ұсынуы мүмкін бе? Иә, мүмкін, бірақ ол менің ойымша бөлек көрсетілім өткізеді. Мен кинофестивальдер мен басқа да қалалық іс-шараларды қолдамаймын. Өйткені мен үшін ол ақшаны босқа жарату. Что это пустая трата. Ал Ким Ки-дук түсірілім алаңында қаншалықты қатал болды? Не могу сказать, что этот человек или режиссер жесткий, но он... Оны адам ретінде де, режиссер ретінде де қатал деп айта алмаймын. Бірақ ол өзіне не керек екенін нақты білетін адам. Түсірілім үстінде үндемей қасыңа келіп, бүкіл команданың тынышталуын сұрап, Шыңғыс, сенің көзіңнен кейіпкерінің беруі керек эмоцияны көріп тұрмын. Мүмкіндігінше осы сәтті созып, нәтижесі қалай болатынын көрші деп айтуы мүмкін. Қарап тұрсан қиын төгі де жоқ, бірақ ол әркімнің шығармашылық ебін таба алады. Нәтижесінде сен процеске толығымен беріліп кетесің. Түсірілім тобымыз шағын болса да, барлығы шабыттана жүріп тер төкті. Бұл менің ойымша кино бизнесте өте маңызды нәрсе. У нас была малая группа съемочная, и все были вдохновлены, что, мне кажется, самое важное в кинобизнесе. Шыңғыс, сен Саташ деп аталған қазақстандық вестернге қатыстың. Фильмге Төлеген Байтүкенов режиссерлік еткен еді. Сол Саташтың түсірілім кезінде ковбойдың қалпағын киюің керек кездер болды ма? Ковбойская шляпа была, но она была предназначена только для того, чтобы скрываться от палящего солнца в области города Капчагай. Ковбойдың қалпағын мен тек Қапшағай қаласының маңында жүрген түсірілім кезінде күннен қорғану үшін киген болатымын. Ал негізінде ол америкалық вестерндерге ұқсас жергілікті оқиғалар туралы болды. Мен қылмыскердің рөлін ойнадым. Оған қоса ол қазақша сөйлейтін еді. Мен үшін бұл үлкен қиындық туғызды. Мен өз мамандығымда ана тілімде сөйлегім келді. Қаншалықты қолымнан келгенін білмеймін. Картинаны көрсем де өзіме өзім баға бере алмадым. Өйткені қазақ тілі мен үшін әзірше оңайлықпен берілмейтінін білемін. Нақты білетінім дұрыс таңдалған локациялар, үйлесімді актерлар тобы мен сапалы операторлық жұмыс аталған көркем фильмді көрікті ете алған. Себебі Төлеген Байтүкенов мен үшін мықты режиссер ғана емес. Ол өз ісін жан тәнімен сүйетін маман. Мен тек осындай адаммен, тек сондай актерлармен еңбек етуге дайынмын. Ақша қуған адамдардың маңына да жолағым келмейді. Человек увлеченный. Именно за такими режиссерами я пойду, именно с такими актерами я пойду в новую постановку. Меня не интересуют люди, которые хотят заработать. Назови, пожалуйста. 2018 жылдың қандай ең үздік 3 фильмін атап өтер едің? По твоей версии. Я бы отметил 3 фильма, которые действительно являются... Мен көркем туынды деген атқа расымен де лайық туындыларды атап өтер едім. Ол Сергей Дворцевойдың Айка фильмі, Жанна Исабаеваның Шеттетілгендер және Әділхан Ержановтың Әлемнің мейірімді бейжайлығы картинасы. Ласковое безразличие мира. И сразу же попутно хочется задать вопрос. Осы тұста Әлемнің мейірімді бейжайлығы сынды авторлық картиналар туралы сұрағым келіп тұр. Мұндай авторлық фильмдер Қазақстандағы авторлық стильдің дамуына қандай да бір үлесін тигізіп жатыр ма? Нашего кино происходило в сторону авторского стиля. Да, конечно, сейчас очень многие молодые кинематографисты. Иә, әрине, қазіргі таңда көптеген жас кинематографистер коммерциялық емес, авторлық фильмдер таспалағысы келеді. Бұл өте дұрыс бағыт. Өйткені технологиялар заманында адам сөзі құнсызданып барады. Ал әр адамның артында авторлық деген сөз жатыр. Яғни, сен бұл өмірге келсең, демек сенің айтарың бар. Және өз фильміңді түсіріп, сапалы кино жасауға мүмкіндігің бар. Ты можешь снимать хорошее и достойное кино. Кинобизнес бағдарламасының көрермендерінің есіне сала кетейін. Бүгін бізде белсенді өмірлік ұстанымы мен зұлым кейіпкерлерді ойнау дарыны бар актер Шыңғыс Қапин болды. Көп рахмет. Келгеніңе рахмет. Сіздермен болған киноиндустрия саласындағы өзекті жаңалықтардың жаршысы кинобизнес бағдарламасы. Ендігі эфирде біз қазақстандық тың кино өнімдер, каникулы офлайн және Әсел Садуақасова мен Асқар Бейсенбин продюсерлік еткен кино по понятиям комедиялары туралы айтатын боламыз. Бүгінге осы. Келесі аптада кездескенше.